Мә достар, сендерге күшті дұғаны көрсем, мынау бақыт формуласы деген кітаптың ішінен тауып алдым. Бұларды сендер білмейтін шығарсыңдар, білетін шығарсыңдар. Мен енді ғана біліп тұрмын да. Бұл жерде мен ол дұғаны оқыған кезде былай болды. Жазып қойған, үнемі оқып жүрген адамға күтпеген жерден ризық келеді және ешқандай адамға мұқтаж болмайды деген. Мен күшті екен, оқып көрейінші. Не только оқу, просто жаттап алуым керек еді мынаны деген сияқты ой келді. Андай ой болған жоқ. Мен қазір оқимын. Алла шынымен де бере ме екен, бермей ме екен, бере ме екен, бермей ме екен деген сияқты ой болған жоқ. Просто жаттап алайыншы, күнде оқып жүрсем ешқандай несі жоқ қой деген сияқты. Өйткені бұны жұма күнде оқыған пайдалы деген. Сөйтіп мен ол дұғаны оқыдым. Одан кейін барып бір жақсы ниет келді. Басқа бір адамдарға пайдалы болу деген сияқты. Сол ниетті жүзеге асыра бастадым, яғни әрекетін жасай бастадым да дұғаны оқып болғаннан кейін. Шынымен де қарасам, күтпеген жерден ризықтар келе бастады. Мен міндетті түрде сіздермен бөлісуім керек дедім. Ал бисмилля бастайық. Бұл жерде жұма күні және басқа да күндер оқылатын дұға. Қараңыздар, Аллахума я ғани, я хамид, я мубди, я муғид, я рахим, я вадуд, ағнини би халялика, ән харамика, ва би фадлика, әмман сиуак. Қызылмен тұр, Бұл дұғаны оқып жүрген адам күтпеген жерден ризық табады және адамдарға мұқтаж болмайды.